Құрметті балалар, мінекей осы 1 ақпаннан 12 ақпан аралығында біздің мектепте және бүкіл Қазақстан Республикасында өзін-өзі тану апталығы өтеді. Бұл аптаны өткізу себебі осы күндері біздің осы пәннің негізін қалаушы Сара Алпысқызы Назарбаеваның туған күніне орай өткізіліп жатыр. Сара Алпысқызы Назарбаева осы пәннің негізін қалаушы. Мына кітаптардың барлығын балалар осы пәнді мектеп бағдарламасына енгізген автор болып келеді. Өзін-өзі тану сабағы балалар бізді мейірімділікке, бір-бірімізге деген қамқорлыққа жасауға, өзіміздің бойымызда тек қана жақсы қасиеттерді сақтауға үйрететін сабақ болады. Бұл сабақта біз адами құндылықтармен танысамыз. Ол дегеніміз не? Бір-бірімізге көмектесу, бірімізді кешіре білу, бір-бірімізге деген махаббат, ата-анамызға деген сыйластық, кішіге деген ізеттілік, осындай жақсы қасиеттерді, бір-бірімізді достық қасиеттерін нығайтуға үйрететін пән болып табылады. Сондықтан осы пән оқу барысында біз тек қана өзгелерге емес, алдымен өзіміз танып, өз бойымызда тек қана ізгі қасиеттерді оятуға тырысуымыз керек балалар. Өзін-өзі тану сабағы балалар, мінекей пәннің аты өзі айтып тұр, алдымен біз не істеуіміз керек екен? Өзімізді тануымыз керек екен. Мысалы, мен қандай адаммын? Менің бойымда қандай жақсы қасиеттер бар? Біз тек қана жақсы қасиеттерді дарытып, дамытып, дәріптеуіміз керек екен балалар. Осының барлығын зерттейтін және бізге үйрететін пән ол өзін-өзі тану пәні екен. Мінекей балалар, журналдарды көріп отырсыңдар, бұл журналдар әдейі осы өзін-өзі тану пәні деп аталатын журнал болып табылады. Бұл пәннің әрбір бетінде балалар, мұғалімдердің қалай балаларға мейірімділікке үйрететіні, адамгершілікке үйрететін сабақтар болып табылады. Сондықтан балалар, біз әрқашан қандай болуымыз керек? Мейірімді болуымыз керек. Сосын тағы да қандай болуымыз керек? Жанашыр болуымыз керек. Әдепті болуымыз керек. Тағы да көрікті емес, енді бір-бірімізге жақсы қасиеттерді сену керек, кешіре білу керек, қателік жасасақ, үлкендерді құрметтеу керек, кішкендерге ізет көрсету керек, біз әдепті бала болар екенбіз, балалар. Жақсы, өте жақсы.